Сәлем достар. Сіздерге мен денсаулыққа пайдалы таңғы асты көрсеткім келіп тұр. Мен андай овсяный хлопья алдым. Овсяный 6 злактан жасалған. Мен жуып алдым жақсылап. Осыған енді тез жасалатын. Шамалы көптеу қылып ыстық суды құямыз, қайнаған суды. Қайнаған суды құямыз да, сонымен бетіне тарелканы жауып қоя тұрамыз. Осы буымен өзі келеді. Және дайын болғаннан кейін үстіне сүт қосамыз. Одан кейін үстіне алмаларды. Мен турап дайындап қойдым. Кез келген алманы қоссаңыз болады. Осындай алмаларды қосамыз. Содан кейін қазір дайын күйінше көрсетемін. Сәлден кейін. Осындай консистенцияда болды. Қараңыздар. Крупалар өздеріне тартып алды суды. Сосын сәл сүттен қосамыз. Сүттен қосамыз. Осы жетеді. Су. Осыған сәл тағы да бетін жауып 5 минуттай қоямыз. Тағы да өзіне сіңдіріп алады сүтті. Және алманы қосамыз. Сонымен қант қоссақ сәл тәтті болады. Сонымен дайын болады. Ал енді біздің кашамыз осылай ісінді, өзіне сүтті тартты. Енді біз алма қосамыз бұған. Көп алма қосыңыз келсе, өзіңіз білесіз, көптеу қосасыз. Мен көп болғанын қалаймын. Негізі бір алма турадым. Орташа алма, кішкентай емес, үлкен емес. Дәл орташа келген. Соның бәрін саламын. Ал астарыңыз дәмді болсын. Ал біздің панкейктер осылай. Осылай қуырамыз. Осындай қып-қызыл болып қуырылғанша. Көрдіңіздер ғой қандай болу керек. Қуырамыз. Міне біздің барлық панкейктеріміз дайын болды. Азанғы творогтан жасалған. Астарыңыз дәмді болсын. Сәлем достар, қайтадан бұл келесі күн. Мен қазір панкейк немесе өзім ойдан шығарған блинчикті сіздерге көрсеткім келіп тұр. Творог қосамыз ішіне сәл. Мен бір қолыммен камера ұстап тұрмын, сонымен ыңғайсыздау болып тұр маған. Сәл. Бұны көбінесе балаларға берген жақсы. Өте пайдалы. Таңғы ас болып табылады. Кашаның қасына қосып берсеңіздер болады. Және де 2 жұмыртқа керек бізге. 2 жұмыртқа. Және де ұн саласыздар. Одан кейін қант саласыздар. Өздеріңіз жақсы көретін, тәттіні жақсы көретін болсаңыздар көптеу саласыздар. Ал тұзды азайтын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сала бересіздер. Сол. Және де үстіне ұн саламыз, сәл ұн саламыз. Сосын мынақты сковородканы мен дайындап қойдым. Соған сәл ғана май қоясыздар да. Сонымен шамалы қуырамыз. Консистенциясы осындай болу керек. Қараңыздар. Мен ұнды қостым, сәл ғана творог және де қантты қостым. Одан кейін 2 жұмыртқа. Осының консистенциясы, если сіздерге көп керек болса, шамалы көп керек болса, онда 4 жұмыртқамен 2 есе көбейтесіздер. Мына қараңыздар, консистенциясы осындай болу керек.
ұнды сәл қосасыз. Ұнды енді қосқанда араластыру қиындау болу керек. Жаймен деп араластырғанда оңай болып осындай консистенцияда болу керек. Және де мен мына жаққа майды қойдым. Май қызып тұр. Сәл ғана май құйдым. Қараңыздар қандай бұл май керек екен. Көп емес. Көп болса ол дұрыс қуырылмайды. Осылай. Оладьи сияқты бір жағынан, бір жағы панкейк сияқты, қалай айтсам болады, блинчик сияқты, сондай, бірақ ішінде творогы бар. Бұл пайдалы балаларға. Көбінесе балалар творог жей бермейді ғой, үлкен адамдар сияқты. Сондықтан қалай жеудің амалдарын табудың орнына солай мен өзім таптым. Осы панкейктерді жақсы жейді, соның ішінде творогы да жейіледі. Солай, қазір сізге дайын күйін көрсетем. Так, сәлем достар, бізде келесі күн. Енді бүгін жексенбіге таңғы астар, демалыс күндері жасауға болатын асықпай жасайтын таңғы ас. Бір дәріліктарыңыз семен болып, жанұямызбен жиналған кезде тамақ ішуге болады. Солай асықпай, мен фаршты салдым, мына жаққа нанды сүтке үгітіп, фарш, нан және де 2 жұмыртқа салам осы жаққа. Сосын мынадан котлет жасаймын, қуырып котлет жасаймын, және де мына помидор, мынау пиязымыз, және де мынандай лепешка, немесе өздеріңізде мынандай пита для шаурмы деген. Пита таба алмасаңыздар, үйлеріңізде кәдімгідей лепешка сатып алуға болады, немесе өздеріңіз күлше жасауларыңызға болады. Соның ішіне саламыз бәрін. Ал кеттік, енді қазір мен котлетті осылай қуырамыз. Енді бұланып кетті, қуырамыз. Ал біз бәрін қосып бастаймыз. Мына жаққа мен пиязды салдым, мына жаққа помидор, және де бір котлетті алып саламыз. Сумен жауып, осылай бутерброд жасауға болады. Ішіне салатный лист салуға болады. Және де қияр салуға болады. Менде болмай тұрғасын, қазір салған жоқпын. Негізі осылай. Және де мынаны питаны, күлшесін мен микроволновкаде жылытып алдым, жылы болу үшін. Астарыңыз дәмді болсын. Ал бізде келесі күн. Сәлем достар. Тағы да мен бүгін балаларыма сусын жасаймын. Ағылшынша айтқанда смузи деп аталады. Ал мен өзім күнделікті емес, балалар үйде кезде, немесе балалар өздері сұраған кезде жасаймын. Мына бананды ашамыз. Ашамызда қолмен бөлсек те болады. Бөліп, мына блендердің үстіне саламыз. Және де мороженое саламыз. Менде қыстың уақыты болғасын мынандай замороженная клубника. Клубниканы сіздер жаздың уақыты болса, күздің уақыты болса, свежий алсаңыздар болса болады. Және де сүт қосасыздар. Ал кеттік, осының бәрі қосқаннан кейін сіздерге қайтадан ораламын. Сіздерге көрсетіп жүрейін. Қараңыздар, мына жерде клубника, мына жерде мороженое, астында банан. Және де үстіне сүт қосамыз. Сүтті жақсылап қоссаңыздар болады. Қымбат болғандықтан. Күнде жаса деп айтпаймын, бірақ аптасына бір рет балаларға жасап тұрсаңыз жақсы болады. Өйткені ішінде өте витаминдер көп. Қыстың уақытында балаларға әсіресе көп керек. Мен сіздерге өзім педиатр, дәрігер ретінде осыны сіздерге ұсынамын балаларға. Ал кеттік, біз қосамыз блендерді. Біздің
осындай болды сусынымыз. Осылай құйып. Осы 3 адамға жетеді деуге болады. Осылай. Сіздерге рахмет. Сау болыңыздар. Менің каналыма қосылыңыздар. Әртүрлі әлі сіздермен тақырыптарға сөйлесеміз. Осындай пайдалы және дәмді рецепттер болады. Одан бөлек денсаулық туралы сөйлесеміз. Сау болыңыздар.